Сәлем достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтетін боламын. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан тары чизкейкпен таныстыратын боламын. Бұның дәмі енді ерекше әдемі болып шығады. Осы рецептпен істеп көрсеңіздер өкінбейсіздер. Дәмі деген ауызда еріп, ерекше дәмді болып шығады. Осы видеоны толық көріңіздер. Өте оңай әрі жылдам дайындалатын болады. Ең алдымен бізге тары керек 70 грамм. 70 грамм тарыға ыстық қайнап тұрған сүтімізді құямыз. Менде 70 грамм сүт кетті. Үстіп құйып, бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Енді тестасын дайындаймыз, яғни коржығын дайындаймыз. Енді оған 200 грамм жент керек, 200 грамм үгілмелі печенье керек. Болмаса 400 грамм печеньемен де істесеңіздер де болады. Мен үстіп екеуін қосып араластырып алдым. Оның үстіне ыстық майымды, 150 грамм майымды қосып, әбден қасықтың көмегімен араластырып алдым. Осылай қасықтың көмегімен бір-біріне тигенше майымызды араластырып аламыз. Міне менде дайын болды. Енді осыны формамызға салып, тоңазытқышымызға қойып қоямыз. Менде 22 диаметрлік форма. Осыны салып алғаннан кейін қасықтың көмегімен жан-жағына жабыстырып, осылай жабыстырып шығамыз. Сіздерге қолмен істесеңіздер де болады, болмаса бокалдың көмегімен де істеп жатсаңыздар да болады. Маған қасық ыңғайлы болғаннан кейін мен қасықпен істедім. Осылай жан-жағын тегістеп біріктіріп шығамыз. Осылай қасықтың көмегімен жан-жағын тегістеп болған соң тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Ең алдымен бізге творожный сыр керек. Мен 550 грамм творожный сыр қостым. Творожный сырымызды вилканың көмегімен әбден араластырып алдым жұмсарғанша. Енді осыған 150 грамм сливки қосты. Менде 33% сливки. Осы екеуін әбден араластырып алдым. Үстіп араластырып болғаннан кейін 200 грамм қантымды салып, оны да араластырып алдым. Араластырып болғаннан кейін 4 жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Араластырып болған соң, жаңа бұқтырылып тұрған тарымызды салып әбден араластырып аламыз. Смесіміз де дайын болды. Енді бана тоңазытқыштағы коржығымызды шығарып, смесімізді құйып шығамыз. Алдын ала пешімізді 160 градуста қыздырып қоямыз. 60 минут немесе 40 минутта пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін суытып, 2-3 сағаттай суытып қоямыз. Содан соң кесеміз. Міне менде дайын болды. Мен бетіне клубниканы әсемдеу үшін пайдаландым. Сіздер басқа да
затты алып әсемдесеңіздер де болады. Мына осындай қоңырқай әдемі болып піседі. Суыған соң кессеңіздер осындай әдемі болып кесіледі. Дәмі дегеннен де ерекше дәмді, аузда еритін болып шығады. Бір істегеннен жей бергіңіз келеді. Осы рецептпен істеп көрсеңіздер, тары чизкейктеріңіз өте әдемі дәмді болып шығады. Бір істегеннен істей бергілеріңіз келеді. Осы видеоны толық көріп, осы рецептпен істеп көрсеңіздер, өкінбейсіздер. Дәмі де өзі де ерекше болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қолдауларыңызға көп рахмет.